Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай жаңа үлгідегі үкілім браслетін жасап үйренеміз. Жасалуы өте оңай, сондықтан видеоны соңына дейін қарап көріңіздер. Бізге қажетті заттар ол осындай үкі, фетр және лента. Менде 2,5 см ине жіп, қайшы, жемчуг 0,4 мм және осындай тігілуге арналған страза керек болады. Ең алдымен фетрге стразаны тігіп аламыз ортасына. Сосын стразадан шамалы жоғары инені өткіземіз. 2 жемчугті алып фетрге тігеміз. Дәл осы видеода көрсетілгендей тігіңіздер. Келесі осы 2 жемчугтың ортасынан ине жіпті өткіземіз. Және екінші жемчугтың ортасынан ине жіпті бір рет өткізіп, тағы да 2 жемчугті өткізіп тігіп аламыз. Ары қарай дәл осы ретпен қайталаймыз. Дәл осылай толық страза жабылғанға дейін тігіп аламыз. Осылай толық тігіп алдық. Енді шеттерін қайшымен кесіп алып тастаймыз. Менде лента алдын ала өлшеп алдым. 63 см, ені 2,5 см. Лентаның екі ұшын біріктіріп, оны екіге бүгіп, қайшымен қисық кесіп аламыз. Және шетіндегі лента сетінеп кетпеу үшін осылай зажигалканың көмегімен шеттерін күйдіріп аламыз. Алдын ала осы үкіні дайындап алдық, бізге қажетті мөлшерде. Енді 2 лентаның дәл ортасынан бүгіп, ортасына осылай басамыз.
сол кезде бізде із қалып қалады дәл ортасынан. Дәл осы жерге ыстық клейімізді құйып бірінші үкіні жабыстырып аламыз. Қатты көп құймаңыздар және лентадан шығып кететіндей етіп құймаңыздар. Осылай үкіні жабыстырып алдық. Енді келесі тігілген затымызды дәл ортасына ғана клей жағыңыздар. Себебі толық жағатын болсаңыздар, ол сыртына қарай шығып кетуі мүмкін. Енді осы үкінің үстіне жабыстырамыз. Шетінде қалып кеткен бөліктері болса, осылай қашымен алып тастасаңыздар болады. Шеті осылай ашық қалатын болса, онда азғантай клей құйып жабыстырып жіберсеңіздер болады. Міне біздің үкілім браслетіміз дайын болды. Жаңа үлгіде жасалуы өте қарапайым. Өзіңіздің ұзатуыңызға жасаңыз болады, немесе сыйлыққа беруіңізге болады. Видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Келесі жаңа видеоларды алдын ала көру үшін қоңыраушаны басып кетіңіз.